Ол қызымның қарны тоқ, киімі бүтін болса болды. Бұл бүгінде көптеген ата-ананың пікірі. Перзенттерінің материалдық жағдайын жақсарту үшін күндіз түні жұмыс жасауға дайын. Алайда нарықтық заманның қиындығы осы болса керек, тынбай пайда іздеп жүрген көпшілігіміз бала тәрбиесін екінші сатыға қойғандаймыз. Себебі кейбір ата-аналар балалары немен айналысып, қайда жүргенін білмейтін болып шықты. Кінәні басқадан іздеп, жауапкершіліктен қашқақтау адамға тән қасиет екені белгілі. Себебі бала тәрбиесіне келгенде мектеп мұғалімдері ата-ана толық жауапты десе, ата-ана бүгінде нарықтық заман. Ол қызымды ішер аспен, киер киіммен қамтамасыз етуім керек. Олардың тәрбиесімен күндіз түні үйде отырсам, бізді кім асырайды деп заманның нарықты болғанын жазғырады. Жасыратыны жоқ, материалдық жағдайымызды жақсартамыз деп жүргенде, балаларымыз немен айналысып, қайда жүргенінен хабарымыз болмай жатады. Бұған күндізгі рейд жұмыстарын жүргізу барысында көзіміз жетті. Ойынханаларды араладық. Әлімтау ауылынан Сарағашқа келіп, атыс шабысқа толы ойынды ойнап отқан 8-ші сынып оқушысын көрдік. Мектеп мұғалімдері сабақтан сұранған дейді. Ал ата-анасы баласының ойынханада отырғанынан бейхабар болып шықты. Әлде ол жерге ойнап алсың ба? Біле ма сен осы жерге жүрген бе? Кім біледі? Мұғалімдер біле ма? Рұқсат берді ма мұғалімдер сендерге сонда? Неде рұқсат берді? Осы жерге барып ойнаңда деді ма? Сабаққа қатыспай? Жоқ. Нешінші класс оқисың сен? 8. Қоркелес ауылдық округі мен Сарағаш қаласындағы кейбір мектептердің де сабаққа уақытында қатыспай, ойынханаларда жағалап жүрген оқушылары анықталды. Ең сорақысы, сабақ уақытында мектептен кетіп қалған бірнеше баланы мұғалімдері де мектеп басшылары да іздемеген. Тіпті сабақтан қашқан балалары туралы білмейтін де болып шықты. Бүгінгі негізгі іс-шараның мақсаты осы жасөспірімдердің құқық бұзушылықтарын алдын алу мақсатында осы күндізгі рейдтік іс-шараларын жүргіздік. Және де соның барысында оқушыларды ойынханалардан ұстап, оларды мектептеріне алып барып түсіндіру жұмыстарын жүргіздік. Күндізгі рейдтің нәтижесі осылай болды. Сабақ уақытында мектепке бармай, сабаққа қатыспай жүрген оқушы айтқан жерден аулақ келеңсіз жағдайға душар болуы мүмкін ғой. Ендеше құрметті ата-ана, балаңызды мектепке жіберіп қойдым деп бейғам отырмаңыз. Хабарын алыңыз, сынып жетекшісімен үнемі хабарласып тұрыңыз.